Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз әдеттегідей тағы да бір жаңа узор үйренеміз. Мінекей. Қараңыздар, қандай күшті әдемі, иә? Шамалы жақындатып көрсетейін. Оң бет осындай болса, теріс беті мінекей осылай. Мінекей көрдіңіздер ғой, иә? Тамаша. Ал сонымен бастайық, уақыт алмай. Негізі бұл өзі 16 қатардан тұрады, бірақ біз бұны 8 қатарға қылып бұны бөліп тастаймыз. Түсінікті ғой, иә? Мына жерде 8 қатар болса, мына жерде де былайынан 8 қатар. Түсінікті ғой, иә? Ал мына жерде мен 20 көз алдым. Сосын мына теріс жағынан барлық көзді терісіне тоқып шықтым. Сосын мына жерде айта кететін тағы жағдай. Мынандай қылып жемпір бастаған кезде де мына резинасын тоқып боласыздар ғой, иә? Теріс жағына келген кезде соңғы қатарында барлық көзді теріс жағында терісіне тоқып, сөйтіп тоқып шыққан дұрыс. Сол айтайын дегенім. Ал бісміллә деп кеттік. Ал енді біз узорымыздың бірінші қатарын бастаймыз. Мінекей, біріншісін іліп алдық. Енді қараңыздар, мына жерде біз 5 көзді санап алайық. Міне 1, 2, 3, 4, 5. Көрдіңіздер ғой, иә? Біз енді осы 5 көзді біз мына жіпті алға қарай жібереміз да. Бұларды біз тоқымай, мынау сол білтекешке ауыстырамыз. Мінекей, 1, 2, 3, 4, 5. Мына жіп алдында болады. Бір оң тоқимыз. Тағы солай қайталаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 көзді тоқымай, оң білтекешке ауыстырып жібердік. Мына жіп алдында бір оң. Тағы да 5 көзді біз тоқымай өтеміз. 1, 2, 3, 4, 5. Бір оң. Осымен узорымыздың бірінші қатары аяқталды. Екінші қатарда барлық біз көздерді терісіне тоқып шығамыз. Мінекей. Бар болғаны осы. Мінекей, осымен узорымыздың екінші қатарды аяқталды. Ал енді үшінші қатар. Үшінші қатарда дәл жаңағы бірінші қатардағыдай біз 5 көзді тағы да тоқымай, мынау оң білтекешке ауыстырамыз. Мінекей, 1, 2, 3, 4, 5. Мына негізгі ұзын жіп алдында болады. Сосын бір оң. Тағы айталайық. 1, 2, 3, 4, 5. 5 көзді тоққан жоқпыз. Ауыстыра жібердік. Және бір оң. Тағы да 5 көзді тоқымай өтеміз. 1, 2, 3, 4, 5. Бір оң. Осымен узорымыздың үшінші қатары аяқталды. Төртінші қатарда біз барлық көзді терісіне тоқып шығамыз. Мінекей, көрдіңіздер ғой, иә? Мен теріс жағынан жаймендеп тоқып отырғаным, осы жерде үйреніп отқан қыздардың, мынау жаңадан үйреніткен қыздар бар. Сол ішінде де асықпай жаймендеп тоқып отырмын. Мінекей, осымен 4-ші қатарда аяқталды. 5-ші қатарда дәл
бірінші мен үшінші қатардағыдай тағы да біз 5 көзді аламыз да оларды тоқымай өтеміз. Мінекей оң білтекешке ауыстырып, мінекей 3, 4, 5. Мынау ұзын жіпті біз алдына жібереміз. Мінекей сонымен 1, 2, 3, 3 болу керек. Бір оң. Тағы да біз 5 көзді тоқымай өтеміз. 2, 3, 4, 5. Бір оң. Тағы да 5 көзді тоқымай өтеміз. 1, 2, 3, 4, 5. Мына жіп, ұзын жіп алдында, бір оң. Осымен узорымыздың 5-ші қатары аяқталды. 6-ші қатар. 6-ші қатарда біз барлық көзді терісіне тоқып шығамыз. Мінекей. Көрдіңіздер ғой, иә? Узор өте керемет әдемі. Бірақ тоқылуы өте оңай. Тамаша. Осымен узорымыздың 6-ші қатарда аяқталды. 7-ші қатар. 7-ші қатарда енді мінекей қарап алайық. Бұл жерде 5 көз, иә, міне. Енді 5 көзді қазір қараңыздар. Бір оң, 2 оң, иә. Бұл жерде мына 3-ші оң, иә. Енді қараңыздар. Мына 3 жіпті, мына оң білтекеште, мына 3 жіптің астынан былайынан жібереміз да. Мына 3-ші көзді біз оң қылып тоқимыз. Сөйтеміз де. Мына 3 көздің астынан, жіптің астынан осылайынан астынан өткіземіз. Мінекей. Енді былайынан қарап алайық. Мына жерде біз 5 көз тоқимыз. 5 оң. 2, 3, 4, 5. Мінекей көрдіңіздер ғой, иә? 5, мына екеуін уже тоқыдық. Мына 3-ші жіп, 3-ші көз. Осыны қазір мына жіптердің астынан оңғы тоқып жібереміз, астынан тартып аламыз, мінекей. Тағы да қайталап жіберейік. 1, 2, 3, 4, 5. Тағы да мына 3 жіптің астынан мына оңды тоқып, оң көзді мына жіптердің астынан тартып аламыз. Сөйтеміз, ал қалған көздерді біз оңғы тоқып жібереміз. Осымен узорымыздың 7-ші қатары аяқталды. 8-ші қатар. 8-ші қатарда барлық көзді біз терісіне тоқып шығамыз. Мінекей. Бар болғаны осы. Керемет. Мінекей, осыменен узорымыздың 8-ші қатарда аяқталды. Мінекей көрдіңіздер ғой, қандай әдемі, тамаша. Енді бұлар орындары ауысып, мына жерге шахмат сияқты болады ғой қазір. Енді 8 қатар кетті, енді тағы да 8 қатар қалды. 16 қатар деп айтатын, оған бәрімізде шатасып кетеміз өзде. Бар болғаны онда осы 8 қатарға бөліп тастаған дұрыс. Енді мына жерге қарайық. Енді қазір мына жерден 5 көзді біз қазір тоқымай өтеміз. Ол үшін мына жерге санағанда бізде 3 оң бар екен. 1, 2, 3. 3-еуін оңғы тоқыдық. Өстіп қарап алып отырайық. Енді мына 5 көзді біз тоқымай сол білтекешке ауыстырып жібереміз. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5. Негізгі жіп алдында бір оң. Тағы қайталайық. 1, 2, 3, 4,
5 1 10, қалған көздерді біз 10 қылып тоқып өтеміз. Бұл узорымыздың бірінші қатары. Екінші қатар. Екінші қатарда барлық көзді біз терісіне тоқып өтеміз. Сурет әдемі болып шығып жатыр. Керемет. Мінекей біздің узорымыздың екінші қатарда аяқталды. Үшінші қатары. Үшінші қатарында дәл сондай қылып, мінекей 2 оң, 3 оң, 3 оңнан кейін мына 5 көзді біз тоқымай өтеміз. 1, 2, 3, 4, 5. Сөйтеміз де 1 оң тоқимыз. Тағы қайталаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5-ден кейін тағы да 1 оң. Қалғанда да сосын оңға тоқып шығамыз. 4 оң болды. Осымен узорымыздың үшінші қатар аяқталды. Енді төртінші қатар. Төртінші қатарда өздеріңізді білетін шығарсыздар енді. Төртінші қатарда барлық көзді біз терісіне тоқып шығамыз. Осымен узорымыздың төртінші қатарда аяқталды. Бесінші қатар. Бесінші қатарда 1 оң, 2 оң, 3 оң. 3 оңнан кейін мына 5 көзді біз тағы да тоқымай өтеміз. 3, 4, 5. Ұзын жіп алдында 1 оң, тағы қайталап жіберейік. 1, 2, 3, 4, 5. 5 көзді тоқымаймыз. Негізгі жіп алдында. Одан кейін қалған 4 жіпті біз оңнан тоқып шығамыз. Мінекей. Осымен узорымыздың 5-ші қатарда аяқталды. 6-ші қатар. 6-ші қатарда барлық көзді біз терісіне тоқып шығамыз. Мінекей, көрдіңіздер ғой, иә? Осыменен 6-ші қатарда аяқталды. Жетінші қатар. Жетінші қатарда енді қараңыздар. 3 оң, 1, 2, 3. 3 жіптен кейін қазір қараймыз. Мына 5 тұр, иә? Осы 5-дің бірінші көзін оң, екінші көзді оң қылып тоқимыз. Сөйтеміз, мына үшіншісіне келген кезде оң білді кешпей, мына ұзын 3 жіпті астынан аламыз да, ортадағы үшінші жіпті оң қылып тоқып, сөйтеміз, мына 3 жіптің астынан өстіп тартып аламыз. Мінекей. Көрдіңіздер ғой, иә? Тағы бар қайталап жүрейік қазір. 1, 2, 3. 3-ден кейін жаңағы 5 көз тұр. 5 көзінің бірінші мен екінші қатарын оң қылып тоқимыз. 1, 2. Сөйтеміз, мына үшіншісіне келген кезде, мынау ұзын 3 жіптің астынан білдекешпен алып, үшінші көзді біз оң қылып тоқимыз. Сөйтеміз,
мына шиптің астына өйстіп тартып аламыз. Сөйтеміз, мынау қалған шиптің бәрін оңынан тоқып шығамыз. Мінекей, осымен узорымыздың 7-ші қатарды аяқталды. 8-ші қатар, соңғы қатары. Бұл қатарда барлық көзді біз терісіне тоқып шығамыз. Мінекей, көрдіңіздер ғой, былайша қарағанда бұл да өте оп-оңай. Мінекей, осымен узорымыздың 8-ші қатарды аяқталды. Мінекей, қараңыздаршы. Шықты ғой, узор деген қандай керемет әдемі болды, Мінекей. Тамаша. Тағы да айта кететін жағдай, енді қазіргі бастайтын қатарда тура мына бірінші қатардағыдай мына 5 көзді тоқымай өтіп, бір көзі оң қылып, осылай ары қарай жалғастыра бересіздер. Мінекей, мына сурет бойынша. Көрдіңіздер ғой, негізі өзі 16 қатардан болатын еді. Мен 8 қатарға бөліп тастадым. Мінекей. Көрдіңіздер ғой, қандай керемет, Ал енді ұзын несін көрейікші, узор. Тамаша, керемет. Міне, осы узор бүгінгі көрсетейін дегенім. Осымен бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.